Испанияда Король кубогының финалистері анықталды. Кеше Эль Мадригал стадионда Вильяреал мен Барселона арасында қарымта кездесу өтті. Ойынның 3-ші минутында есепті бірінші болып қонақтар ашты. Оны Лионель Мессидің пасын ұтымды пайдаланған Неймар жүзеге асырды. Алаң иелері есепті 39-ші минутта теңестірді. Қарсыластар қақпасына қарымта голды Джонатан Дос Сантос салды. Екінші таймда жергілікті команданың тарапынан соғылған доп болмады. Луис Суарес 74-ші минутта бір гол салып Барселонаны алға шығарса, негізгі уақыт аяқталуға 2 минут қалғанда Неймар дубль орындады. Қорытынды есеп 3-1, ал екі ойынның жиынтық есебі 6-2, нәтижесінде каталондықтар алды. Ақтық сында Барселона жартылай финалда Атлетик Билбаумен кездеседі. Тоттенхэм Хотспур мен Суонси Сити арасында өткен ағылшын премьер-лигасының ойында қонақ команданың шабуылшысы Баффет Имби есінен танып қалды. Футболшыға медициналық көмек көрсетілді. Қазіргі таңда Гоместің жағдайы бір қалыпты. Бұдан толық ақпарат әзірге жоқ. Естеріңізге салсақ, матч 3-2 есебімен Тоттенхэмнің пайдасына шешілді. Ұлттық хоккей лигасында тұрақты чемпионат жалғасуда. Детройтта өткен матчта шығыстың екі командасы Red Wings бен New York Rangers кездесті. Алғашқы болып есепті алаң иелері ойынның 6-ші минутында ашты. Таразы басын Дэн Жирарди бірінші кезеңнің соңында теңестірді. Ойынның тағдыры овертаймда шешілді. Red Wings қорғаушысы Марик Житлийский қосымша уақытта бір шайба салып командасына жеңіс әкелді. Бүгінде екі командада плей-офф аймағында орналасқан. Шығыс конференциясында рейнджерлер екінші, ал Детройт Ред Уинкс 5-ші сатыға табан тіреген. Солтүстік американдық баскетбол лигасында плей-офф кезеңіне өту үшін тартыс жалғасуда. Кеше Хьюстон өткен кездесуде батыстың Рокетс командасы мен Мемфис Гризлис кездесті. Алғашқы 90-да жергілікті Рокетс алда болғанымен, матчтың қалған бөлігінде қонақтар басымдылыққа ие болды. Соңғы секундтарда Марк Газоль бір доп салып, Гризлиске жеңіс әкелді. Есеп 102-100. Феникс Санс командасының украиналық ойыншысы Алексей Ленге Майами Хит баскетболшысы Хасан Уайтсайдпен төбелескендігі үшін $20 000 көлемінде айыппұл салынды. Ал екінші спортшы $15 000 төлейді. Мұндай шешімді НБА-ның тәртіп жөніндегі департаменті қабылдады. 3-ші 90-дағы Уайтсайдтың допты сәтті лақтыруынан кейін украиндық қарсыласын итеріп жіберіп, соңы төбелеске ұласты. Нәтижесінде Ленде Уайтсайдта ойыннан шеттетілді. Ал матчта 98-115 есебімен Майами Хит жеңіске жетті.